Бүгінгі сабағымызды біз бастайық. Бүгінгі сабағымыз бізде емдік, тамақтандыру ұйымдастыру және зондтау шаралары туралы сабағымызды бастаймыз. Сабағымызда кім бар, кім жоқтығын түгелдеп алайық. Қатарымыз бойынша Аманқұл Аида, Асылхан Айзат, Басеитова Гүзәлия, Елабушы бірінші біз миға шабуыл жасаймыз. Кешегі біздің өткен тапсырмамыз. Кішкене сіздермен ойын ойнатып жіберсек. Енді келесі кім жауап береді? Ойлы пролежь дегеніміз не? Сөйлемнің және жұмсақ, тілдердің ұзақ қысымын зақымдату. Тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Ары қарай. Ойылдың ең жиі пайда болатын жерлері. Батим айта ғой. Ойылдың алдын алу үшін науқастың қалпына қаншалықты жиі өзгерту керек? Батим айта ғой. 2 сағат сайын дейді. Балаларға арналған тамақ және ересек адамдарға арналған тамақ болып бөлінеді. Және де жынысына қарай бөлінеді елекен тамақтың құрамы. Ер адамдарға қараған кезде, ер адамдардың көбіне тамаққа белсенді екенін байқайсыздар, иә? Сол үшін бізде оның әрқайсының өз жынысына қарай да бөлінеді екен. Одан кейін бар денсаулығына, мысалға мен денсаулығына қарай бағана айтылған біздің денсаулығына қарай ем дәм пайдаланады екенбіз, диета пайдаланады екенбіз, иә? Дұрыс тамақтану біздің организмімізге міндетті түрде майлар, протеиндер, көмір сулар міндетті түрде қажет екен, иә? Тамақтандыру дегеніміз қалай айтамыз? Белсенді тамақтандыру дегеніміз ол біздің өзіміздің өздігінен науқастың тамақтана алуы, барлық тамақтың өздігінен жей алуы, иә? Ал енді пассивті тамақтандыру дегеніміз, пассивті тамақтандыру бұл науқасты біздің мейірбердің өзі тамақтандыру. Қолмен, қасықпен тамақтандыру. Ал енді жасанды тамақтандыру дегеніміз зонд арқылы, ауыз арқылы және көк тамырлар ішіне инъекция енгізіп салуды біз жасанды тамақтандыру деп айтады. Емдік тамақтардың түрлері пероральды, пероральды дегеніміз кәдімгі тамақтандыру арқылы біз өзімізге тамақ ішкен сияқты ол пероральды. Одан кейін энтеральды дегеніміз зонд арқылы, зондпен асқазанға енгізуге бағана айтып тұрмыз. Мұрын арқылы, ауыз арқылы, зонд арқылы тамақтандыруды біз энтеральды деп аталады екенбіз. Және энтеральдыға бізде гастростома арқылы тамақтандыру бізде энтеральды түрде жатады екен. Ал енді параэнтеральды дегеніміз не? Параэнтеральды дегеніміз қоректік заттарды арқылы қолдану қажет. Мен нақты түсіндіріп мысалға айтатын болсақ, екінші ол майлы тамақтарды қолданбау қажет екендігін, көбінесе буға түскен тамақтарды қолдану қажет екендігін мысалға брокколиді қайнату арқылы сорпа-томаттар көбінесе көп ішу керек екенін сөйлеймін. Өте жақсы. Кеттік. Қолымызды гигиеналық деңгейде сабымен жудық. Енді шаямыз. Қолымызды шайған кезде қолды суды бөтел арқылы шаюға да болады, немесе жаңағы қимылдардың барлығын қайталай отырып, судың астында шаямыз. Кеттік. Тез. Ол қимылдың қолды жуып 2 минуттың ішінде біз қолды күту керекпіз, иә? Тез. Қолымызды өңдедік. Енді біз науқасқа отыра қойыңыз, рахмет.
Енді науқастың алдына салфеткамызды төсейміз. Салфеткамызды төсеп қойғанға одан кейін иығына жылы су алып, біз науқастың қолын төсеп аламыз. Кейін біз науқастың жанына жақын келіп тамақты береміз. Аз-аздан қолымызды енді тамағымызды ақырын асықпай шайнауын өтінеміз, сұраймыз. Тамақты бердіңіз. Малдың шайлағанын күтіп отыр, тамақты береміз. Тамақты беріп болғаннан кейін науқастың аузын сүртіп аламыз. Науқасқа біз не береміз? Жылы су береміз, жылы суын құямыз. Бұл бізде поединге арқылы тамағын береміз. Бізде науқастардың аузынан су ағып кетуі мүмкін. Сондықтан біз аузының жанына міндетті түрде ұстап тұрамыз. Науқастың аузына ақырын су ішкіземіз. Көзінен ақырын ішкіземіз. Егер науқастың аузында тамақтар қалатын болса, өзінің алмалы тісі болатын болса, аузындағы тісін алып, біз ыдысқа салып, шайып, қайтып әкеліп аузына саламыз. Түсінікті, болғаннан тамақтандырып болғаннан кейін біз науқастан барлығы жақсы болған ма, тойды ма, соның барлығын сұрап, болған кейін рахметімізді айтып, біз науқастың салфеткасын жинап аламыз. Зардың барлығын өңдеуге жібереміз. Пайдаланған қағаздарында медициналық қауіпсіз қалдық тастайтын контейнерді тастаймыз. Бір кейбір паудер қалпында отырғызамыз. 15-20 минуттан сағатымен только жатқызуға рұқсат береміз. Хорошо? Мұрын қуысы арқылы, зондтау арқылы тамақтандыру. Керек заттың бәрін дайындап алдық. Енді біз мұрын арқылы тамақтандырамыз. Сүңгі арқылы тамақтандырамыз. Сүңгі арқылы тамақтандыру үшін бізге керекті заттарымызды аламыз. Зондымызды алып, науқасты мұрын сүңгісі арқылы науқасты тамақтандырамыз. Тамақтырған кезде бірінші зондты аламыз, өзімізге ыңғайлы алып, бірінші өлшеп аламыз. Асқазаннан ауызға дейін өлшеп аламыз. Өлшеп алған жерлерімізге белгілеп аламыз. Белгілеп алдық. Енді фурацилин ерітіндісін құйып, біз белгіленген жерге дейін малып аламыз. Зондымызды малып аламыз. Ақырын кіргіземіз, енгіземіз. Мұрын қуысы арқылы біз зондты ақырын енгіземіз. Енгізіп жатқан кезде ешқандай бөгет болмау қажет. Егер де шашалып, егер де тұншығып, көгеріп жататын болатын болса, біз тез арада қайтадан шығарып аламыз. Ары қарай енгізе береміз. Өзімізге белгіленген жерге дейін енгіземіз. Енді біз мұрынға асқазанға түспегенімізді анықтау үшін өзімізге бірінші біз шприцті зондқа енгіземіз. Панендастоктың көмегімен ауаны жібереміз. Ауаны жіберген кезде бізде асқазаннан бүлкілдеген дауыстың шығуын естиміз. Егер де дауысы шығып жатқан болса, знаете, біз асқазанда тұрғанымызды
дәлелдейміз. Жоқ. Жанна шприцмен тамақты деген сияқты соны айтамыз. Зонд арқылы ақырын біз тамақты енгіземіз. Тамақты енгізіп жатқаннан кезде асықпай, жай 15-20 минут аралығында енгізіп жібереміз. Науқастан сұрап тұрамыз, барлығы жақсы ма, шашалып жатқан жоқ па, соның барлығын сұраймыз. Ақырын тамақтан жасалып, енді үйге тапсырма, осы іс-әрекеттердің барлығы QR арқылы сіздер қарай аласыздар. Осы іс-әрекеттердің бәрін QR арқылы қарап, үйде осы неге дайындалып келетін боласыздар. Мына QR-ды сіздерге парақтарыңызға берейін, суретке түсіріп алыңыздар. Осы QR арқылы үйге дайындалып келесіздер. Бүгінгі сабақта қорытындылай келгенде қандай реакцияларыңызды көрейік, қандай болғаны, сабағымыз қалай өтті балалар? Күшті.